Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар. Биылғы жыл халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай Шоқан салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы, ірі ғылым, көсемсөз шебері, әдебиет зерттеушісі, түрколог, дарынды ақын аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толған мерейлі жыл. Ахмет Байтұрсынұлы қыры мен сыры мейлінше мол адам. Біріншіден, ол қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Ол жазған мектеп оқулықтары 1914-1915 жылдан 1927-1928 жылға дейін пайдаланып келді. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны өз сауатын Байтұрсынұлының әліпбиімен ашып, ана тілін Байтұрсынұлының тіл құралы арқылы оқып үйренді. Қарқаралыда мұғалім болып жүргенде, патша өкіметінің әділетсіздігіне қарсы наразылық білдірушілердің қатарында болған үшін 1909 жылы Семей түрмесінде қамауға алынады. Кейін қазақ жерінен тысқары жерде тұруға үкім шығарып, 1910 жылдың наурызынан 1917 жылдың соңына дейін Орынбор қаласында тұрады. Семей түрмесінде жатқанда анасына арнап «Анама хат» атты өлеңін жазады. Анама хат. Қарағым, айналайын қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап көруге жазға еді хақты қалам. Бара алмай, өтірікші болып әбден Семейдің түрмесінде отыр бала. Мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жәннетке де тарам-тарам. Ахмет Байтұрсынұлы, адамдық диқаншысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, қорға шықтым, тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көтеруге құл халықтың, қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет, оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық айуанға қанша қажет. Жаратқан балды құдай не керекке, мінуге сойу соғу жөн демекке, жорта бер қамыт киіп қамшыңды жеп, бұйрық жоқ, ұрасың деп үндемекке, таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көгесек қозғалама түрткен қайдап, есептен алғандай боп көп қайдап, жасықтар асылма деп білмей қайрап. Рахмет. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға ба жатпа қарап, жуынып киімінде шапшаңырақ шақырды тауық мына әлде қашан қарап тұр терезеден күн жалтырап. Адамда, ұшқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қолыңызда жүр жүргін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шатың жұмырман, оянып шамма қолық түнде қолған. Шығады тоқылдақтың тоқтаусы, сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ауқырап жүр. Тоғайда орақтаусы шаң-шаң орған. Алалап ал кітапты қолдарыңа, құлдарың құдай сүймей шалқау болған. Ахмет Байтұрсынұлы, қазақ салты. Қалтылдап қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын қуса, жылжи беру, болғандай табан тіреу еш нәрсе жоқ. Бұл күйге бүгін емес, көптен кірдік. Алдартын аңдамаған бетпен кірдік. Шығармай бір жеңнен қол, бір жерден сөз, алалық алты бақан бетпен кірдік. Бейне бір құдіретті сынағандай, сақтар деп сақтар болса сетпен жүрдік. Жат жақты жаратқанға күзеттіріп, жақынмен ырылдастық итті үрдік. Білдірдік елдің сырын, ердің құнын, елеріп ерегіске 2-3 күндік. Кіреде тенте кесе түстен кейін, мүшкілін халіміздің жаңа білдік. Мінекей, балалар көріп отырсыздар, біздің тарапымыздан ғана бұл әдеби кеш өткен жоқ, өздеріңдер қатысып, өздеріңдер үлестеріңді қосып отырсыңдар, біраз Байтұрсынұлының өлеңдерін жаттаған екенсіңдер, рахмет. Келесі кім бар екен тағы да бізде үлес қосатын? Ахмет Байтұрсынұлы. Оқ тиіп оң ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып адам ісін етпей, ұялмай не бетіммен көрге барам. Көп айтпай қысқасынан сездіретін балаңның мінезі бар сөзге сара. Кетер деп суға түсіп, суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп мен үшін болмалы. Рахмет.